Бүгін біз Кентау қаласындамыз. Қалаға шолу жасап, тарихымен сіздерді таныстырып, ерекшеліктерін көрсетіп, әдеттегідей өз жобамды жасап, қаланы көрсетем. Ал кеттік. Elzat muqash, manani qarash, mana unga sundoq, osqon so'z qo'bijib. Бұл қаланың көзге қатты түсетін ерекшеліктерінің бірі көптеген теплотрассалар мен аллеялар. Мысалы, Қонаев көшесі қаланың ең ұзын көшелерінің бірі. Осының басынан аяғына дейін аллеялар орнатылған. Тағы да осы қиылыста орналасқан Абай көшесі де екінші ұзын көшелері болып саналады. Бұның да басынан аяқ аллея орнатылған. Кеншілер аллеясы. Сейфуллин көшесіндегі аллеядамын. Абай көшесіндегі аллея. Аты жоқ көшенің аллеясы. Яссауи көшесіндегі аллея. Ал мынау Қонаев көшесіндегі аллея. Негізі аллея деген ұтымды шешім. Бұны Совет өкіметінің кезінде өндіріс қала болғандықтан көптеген аллеялар соғылған. Жұмыстан кейін адамдар демалсын, жолдың ортасына осындай жасыл аллеялар орындықтармен. Қазіргі күнде де ол жақсы функциясын атқарып тұрған дүние. Қалай десеңіздер, мен осы қалада кішкентайымнан мектеп бітіргенше тұрғандықтан мен сенімді айталам. Осы қала әлі күнге дейін нақты бір жерге асығып тұрмаса, такси көлігін немесе маршрут көліктерін қолданбайды. Өйткені ыңғай, осы аллеялар ыңғай жасап тұр жаяу жүргіншіге. Дәл сондықтан бұл үлкен плюс деп айтуға да болады. Мен бұған дейін айтатынмын, сәулет өнері, дизайн тәрбиелейді деп. Дәл осы сияқты аллеялар арқылы сәулет өнері адамды жаяу жүруге, осындай жаяу жүріп пайдалы іс қимыл әрекетке тәрбиелеп тұрғаны тағы бір дәлел. Қысқаша айтқанда, қаламызда кез келген нүктеге аллея арқылы жетуге болады. Сондықтан адамдар жаяу жүруді таңдап тұрады. Өйткені басқа қаладағындай жолдың бойымен, күннің астымен емес, екі жолдың ортасында көлеңкемен, ыңғайлы жермен жетіп алуға болады. Сондықтан мынау ұтымды шешім деп санаймын. Менің ойымша көптеген ұтымды шешімдер Совет өкіметінің кезінде сәулет өнері арқылы жасалған. Негізі Совет өкіметінде жақсы деп айтпаймын, бірақ осы сәулет өнерінде Совет кезінде көптеген жақсы шешімдер жасалып, күшті ғимараттар да сол кезде салынған. Қаланы безендіру үшін әкімшілік жаңа архитектуралық нысан салыпты. Сіздерге көрсетем. Сіздер де ойлап қалдыңыздар ма? Мұрат Әбділдаға арналған ескерткіш, яғни оның микрофоны деп. Негізі бұл күлетін дүние емес. Бұл бәленің функциясы неде? Қазіргі 21 ғасырда әркімнің қалтасында смартфон бар кезде сағатты көрсетпекші болды ма? Әлде бұны шын мәнінде әдемі қаланы безендіреді деген ойда ма? Кез келген затты қойған кезде бір мақсатпен қояды ғой. Бір оймен, бірақ сол ой, ми әкімшілікте дамымай қалғанына осындай заттар дәлел. Өйткені мынандай затты негізі қаланың символы болсын деп қояды, дұрыс па? Бізде Кентау қаласында, мен осы қаланың тұрғыны болғандықтан, кішкентай кезімде осы жерде өскендіктен білемін да, әр тұрғын білет. Осы жердің арнайы өзінің формасы бар, мынандай үшбұрыш. Қазір сол жерге барып көрсетем. Негізі кез келген қаланың өзінің символы, формалары бар. Мысалы, Алматының алмасы, Шымкенттің қызғалтақтары деген сияқты. Ал біздің қаламыздың мынау формасы, ромб формасы, менің кішкентайымнан жүрегімде қалып қалған. Қай бір қалада, қай бір елде болсын осындай форманы көрсем, Кентауды есіме түсіріп, іште бір жылулықты оятып тұрады. Яғни мен айтайын дегенім, осындай формалармен сәулетшілер жұмыс істеу қажет. Жай ғана әкім
мына жерге бір нәрсе қоя салыңдаршы деп оның гректің колоннасының үстіне 4-5 бір бәлені қоя салып, міне осы символ болады деген сияқты ой дұрыс емес. Осындай зерттеу арқылы осындай формаларды тауып, бұл форманы жұмыс істегеніне, мысалы, Совет өкіметінің кезінде қойылған конструкция, оны жергілікті телеарнаның да логотипі болып жұмыс істеді. Соның бәрі жылдан жылға өзі сондайға алып келіп тұрған нәрсені байқамау деген, ол ақылсыздықтың белгісі меніңше. Дәл сол форманы қолданып, біз біріншіден ұлттық нақыштағы архитектуралық нысан жасадық. Екіншіден, ол Кентау қаласының бәріне белгілі форманы қолданып, осындай арка секілді, егер сол салынып жатса, Кентау қаласының бетке ұстар, өзгешелік, танымал жер болып кететін осындай архитектуралық нысан. Бұл архитектуралық нысан арка формасын қайталап тұр, яғни ұзын коридор. Бірақ ол бір қызықты жерге алып келеді. Тура соның ортасында біз сандық орнаттық. Біздің ұлттық нақышта, біздің ежелден келе жатқан құндылығымыз сандықтың ішінде Кентау өңірінде кезінен табылып жатқан жер асты байлықтары дәл осы Кентау қаласының мұражайында қоқыс болып жатыр негізінде. Сол мұражайдың қызметкерімен сөйлескен кезде де бұл жерге ары кетсе колледждің, университеттің оқушылары келеді. Яғни оларды мұғалімдер осы жерге сүйрелеп алып келетін сияқты ары кетсе. Сол мұражайға бармайтын, сол мұражайдағы экспонаттарды қаланың ортасына адам қызығушылық танытып, сондай нәрселерді біліп жүрсін, қандай тас, қай жерде табылған деген сияқты ақпараттарды жазып, осы сандығымыздың ішінде көрсеткім келді. Жарайды, қаладағы өндірістерді, зауыттарды сақтап қаламадық делік. Бірақ одан да басқа бізде керемет дүниелер көп болды ғой. Мысалы, қалалық бассейн. Олимпиадалық стандартпен құрылған бассейнге Совет өкіметінің түкпір-түкпір жерлерінен спортшылар келіп жаттығатын. Кәдімгідей әлемге әйгілі бассейніміздің қазіргі қалпын көрсеңіз, шошисыздар. Немесе өзім білетін балалар көркем сурет мектебі, ДХШ, детская художественная школа дейміз. Біріншіден ол орта мектептің подвалында болды. Одан қуып жіберіп, балалар кітапханасының подвалына берді. Одан кейін сасып кеткен бір ғимаратқа отырғызды. Қазір тағы бір бөлек бір ғимаратта тұрып жатыр. Соны айтқым келгені, мысалы, жай ғана қарапайым сурет салу мектебі, балалар, университет демек қойын, сол деңгейін байқаса, сол әкімшілік, мысалы, мынау бізде қалада ең мықты нәрселердің бірі көркем сурет мектебі. Балалары көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Республикалық байқаулардан орындар алып жатыр. Неге осыны дамытпасқа деп? Мүмкін соған күш салып, дұрыстау ғимараттар беріп, көркем выставкалар, көрмелер ұйымдастырып, соған кішкене бюджет қарастырылып ыңғай берсе, мүмкін одан ары қарай дамып, кәдімгідей сурет мектебі болып, одан ары қарай университет болып, Кентау, мысалы, суретшілермен әйгілі болып кетер ме еді. Сол сияқты кез келген қаланың өзінің кереметі, өзінің ерекшелігі болады. Мүмкін сол бассейн болсын, балалар көркем сурет мектебі болсын, соны ары қарай дамытуға үлесін қосып, керісінше оны құлата бермей, әр жерге лақтырып, мысалы, солай жасамағанда, ол да бір Кентаудың бір кереметтерінің бірі болатын беді. Ол мен өзім басына өткен жағдайды айтып жатырмын. Мен өзім сол сурет мектебінің түлегі ретінде жаным ашитыны сол кісілерге. Қанша жерден Москваны бітіріп, осы жерде соңына дейін жүрді. Қазір мысалы ол мұғалімдердің бір-екеуі ғана қалған шығар. Сол